Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақшаны үнемдеп ұстайсың ба? Жазылым айтылым тапсырмасы, 7-ші тапсырма. Ұялы телефонға өзіңнің күнделікті шығыныңды жазып отыр. Апта аяғында қанша қаржы шығындағаныңды есепте, қорытынды шығар. Дескриптор кестесі. Ұялы телефонға өзінің күнделікті шығынын жазып отырғандығын анықтайды, 1 ұпай. Келген қорытындысын айтады, 1 ұпай. Сауатты жазады, 1 ұпай. 8-ші тапсырма. Мына сұрақтарға ойланып монолог дайында. Бірінші, менің қалта шығыныма не кедергі? Не кіреді? Екінші, жеке өзің табыс тауып көрдің бе? Үшінші, тапсаң, оны қалай жұмсадың? Төртінші, ата-анаң қалта шығынына берген ақшаны үнемдеп, зат алып көрдің бе? 6-ші тапсырма. Менің қалта шығыным тақырыбында сұхбат құрыңдар. Әрқайсың қалта шығынын қайда жұмсайтындарыңды айтыңдар. Дескриптор кестесі. Монолог жазады, 2 балл. Монологта өмірден дәлелдер мен дәйексөздер келтіреді, 2 балл. Тақырыпты ашады, 1 балл. Менің қалта шығыным тақырыбына сұхбат құрады, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.